Вот, шындарыңызды айтыңыздаршы, өзімнің қандай екенімді жақсы білемін деп ойлайсыздар ма негізі? Точно ма? Бір сұрақ қойсам, нағыз псих болып шықпайсыздар ма? Давайте тексерейік. Бүгінгі ролик менде бұрын соңды болмаған басқаша болғалы тұр. Сәлемдер, мен Диана Кю, миларыңызды жарып жіберетін өте қызық біраз сұрақтар қоямын. Көп ойланбай тез жауап беріңіздер. Мен сіздің негізінде қандай екеніңізді айтып беремін. Естеріңізде болсын, ойлану үшін видеоны паузаға қоюға болмайды. Дайын отырыңыздар, әзірше кішкене реклама болсын, е? Жақын жаңалық, тағы бір ауылды шауып келдім. Сонда қанша пайда таптың? Бір қап бидей. Ал мен болса, сол уақытта $400 таптым. Ноутбукпен ғана. Ноутбукты қайдан алдың өзі? Трейдинг деген бар ғой. Міне. Маған көрсетші, қалай пайда тапқаныңды. A-Markets. Трейдингнің жаңа дәуірі. Охо, в общем, өздеріңіз көргенде A-Markets арқылы табысыңызды арттыра аласыздар. Жалпы A-Markets халықаралық қаржылық компания болып келе жатқанына уже 18 жыл болған. Тағы бір маңызды нәрсе, Trustpilot'та клиенттер сенімі 4-8 уровеньге дейін өскен. Бұл уже әшейін рейтинг емес, кәдімгі үлкен опыт. A-Markets платформасында 500-ден астам сауда құралы бар. Мысалы, криптовалюталар, шетелдік акциялар, индекстер және басқа да қаржы активтері. Ал менің Диана промокодым арқылы депозитті 2 есеге арттыруға болады. Так что ертең, кейін демей дәл бүгін Диана промокодым арқылы A-Marketsте саудаңызды бастаңыз. Бірінші этап. Пока что онша қиын емес сұрақтарды қоямын. Психсыздар ма, жоқ па, анықтайтын боламыз. Қанша сұраққа дұрыс жауап бергендеріңізді санап отырыңыздар. Бірінші сұрақ. Қайсы жол басқаша болып ерекшеленіп тұр? Точно сенімдімін, көбіңіз оң жақтағы осы жолды таңдадыңыздар, бірақ ондай емес. Енді бірінші жолды оң жаққа ауыстырсақ не болатынын қараңыздар. Сонда дұрыс жауап ортадағы жол еді. Жақсылап ойлану керек. Екінші сұрақ. Мына фотода 4 түрлі фото тұр ма, әлде общий бір фото ма? Негізі бұл әр түрлі емес, толық бір фото. Тек заттар прям күшті порядокпен орналасқаны сонша, егер бөліп қойса, әр түрлі түсірілген фотолар сияқты көрінеді. Үшінші сұрақ. Суретте көріп тұрған маска сыртқа қарай шығып қалған ба, әлде ішке қарай кіріп қалған ба? Негізінде бұл маска теріс қарап тұр, ішке кіріп қалған, ал мынау болса оның оң қаратқан түрі. Төртінші сұрақ. Зонтик пен пистолеттің бір-біріне вообще не қатысы бар? Жауабы әшейін ғой. Екеуінде де бірдей шылк деген дыбыс шығады. Зонтикті ашқанда, ал пистолетті оқтағанда. Бесінші сұрақ. Пойыз қай бетке қарай жүріп жатыр? Алға ма, әлде артқа ма? Онша қиын сұрақ болмады, Пойыз алға қарай кетіп бара жатыр. Егер кадрды жай етсек, анық байқауға болады. Алтыншы сұрақ. Сіздерге ең бірінші болып не жайлы қандай сұрақ қойдым? Кімнің есінде?
дұрыс жауап ол жол жайлы. Так, бірінші этап бітті. Егер барлық немесе көп сұраққа дұрыс жауап берген болсаңыздар, онда или психсыздар, или слишком ақылды генийсіздер. Өйткені кәдімгі миы дұрыс жұмыс жасайтын адамдар негізі бұл сұрақтарға қате жауап береді. Сонда дұрыс жауап бергендер генийсіздер ма, или псих па? Ай, мейлі, давайте екінші этапқа өтейік. Так, енді бұл жолы кішкене қиындау болады. Тек 15 секунд уақыттарыңыз бар, алайда ойлану үшін паузаға қоюға бұл жолы рұқсат. Ал кеттік, бірінші сұрақ. Маша деген қыз атақты блогерлердің бірі еді. Бір күні инстаграмға сурет салады да, мен дәл қазір отбасымен Гавай аралдарында рахаттанып, пляжда демалып жүрмін деп жазады. Бірақ комментариядағы адамдар бәрі әшейін бір фотоға қарап, сен өтірік айтып жатсың, суретің фотошоп деп жазады. Ал сіздерге сұрақ, неге комментариядағы адамдар олай ойлады? Егер прям мұқият болып қараған болсаңыздар, байқаған шығарсыздар. Фотода тек Машадан басқа бәрінің көлеңкесі тұрды, ал Машада жоқ. Бұл дегені Маша өзінің фотосын монтаж арқылы қосып алды деген сөз. Да. Екінші сұрақ, мұқият болу қажет. Ортадағы стаканға доп қоямда, енді сол стаканнан көз алмай отырыңыздар. Ал енді доп қайсы стаканда? Егер шынымен мұқият болсаңыздар, онда доп 3-ші номердегі стаканда екен білген болуларыңыз керек. Дұрыс таптым дегендер лайкты шпақ етіп басып жіберіңіздер. Ал мен 3-ші сұраққа өте берейін. Ну что, 3-ші сұрақ. Баяғы заманда ханның көмекшісін адам өлтірді деп өлім жазасына кеседі. Ал негізінде ол ешкімді өлтірмеген еді. Өлім жазасына кесілсе де оны құтқарып қалуға болады. Өлім алдында оған 2 қағазы бар ыдысты береді. Біреуінде кешірім беру деп жазылып тұрса, ал екіншісіне өлтіру деп жазылып тұр. Көмекші нені таңдайды, сол болады. Түнде байғұс жігіт ита қорқып түрмеде отырғанда, қасына оның қас дұшпаны келіп, мен 2 қағазға да байқатпай өлтіру деп жазып қоямын. Нені таңдасаң да өлесің, ха деп үстінен күліп кетеді. Ал таң атты, өлтіретін адам басын шауам деп дайын тұр. Жігітке 2 қағазды береді, таңда деп. Жігіт біреуін таңдайды да, не жазылып тұрғанын оқиды, алайда оған кешірім беріп өлтірмей жібере салады. Енді сіздерге сұрақ, қалай сонда? Гарантия беремін, жауабын еш қайсыңыз таппадыңыздар. Жігіт бір қағазды таңдайды да сразу жұтып қояды. И ыдыста 1 қағаз қалады, дұрыс па? Хан барып, қане қайсы қалды деп ашып оқиды, ол жерде өлтіру деп жазылып тұр. Конечно, 2 қағазда да солай жазылып тұр ғой еще. И сосын хан, ой, бұл онда кешірім беру дегенді жұтқан екен ғой деп ойлап қалып, жігітті жібере салады. Мәссаған, жігіт башқаты екен, е. 4-ші сұрақ. Суретке мұқият қараңыздар да и айтыңыздар, қандай жануар көрдіңіздер? Барлығын дұрыс таптыңыздар ма? 5-ші сұрақ. Бір жерде отыра алмайтын бір саяхатшы жігіт бұл жолы тауға саяхатқа шығады. Алайда бірден қатты жер сілкінісі басталып кетіп, жер 2-ге айырылып кетіп, жігіт ішіне құлап кетеді. Ал ішінде уже неше жылдардан бері өмір сүріп келе жатқан монстрлар жүр екен. Бақытқа орай жігіттің сумкасында 3 эликсир бар. Егер біріншісін ішсе, дәу болып өсіп кетеді, гигантский болып. Ал егер екіншісін ішсе, ұша алатын болады. Ал үшіншісі болса, жігітті невидимый, яғни көрінбейтін етіп қояды. Ана монстрлар уже шабуыл жасап өлтіргісі келіп тұр. Жігіт тез тек біреуін ғана іше алады. Сіздерге сұрақ, тірі қалу үшін қайсысын ішу керек?
Егер ол көрінбей қалатын эликсирді ішсе, ол дым-да көмектеспейді, өйткені монстрлар қараңғыда өмір сүріп үйреніп қалғандары сонша, көрмесе де сезіп қоя береді. Дәу гигант қылатын эликсир де көмектеспейді, өйткені үңгірдің іші слишком тар. Ал егер ұшатын эликсирді ішсе, қайтадан жоғарыға қарай ұшып шығып кете алады. Яғни ұшатын эликсир дұрыс деген сөз. Кім дұрыстапты? 6-шы сұрақ. Қары жаман бір хан әдемі жас принцессаны ұрлап сарайына үйленем деп әкеледі. Алайда принцесса мен саған тұрмысқа шықпаймын деп тұрып алады. Хан болса, давай онда спорласайық дейді. Сені осы 3 клетканың біріне бір күнге отырғызамын. Қайсысынан тірі шықсаң, үйленбей сені босатамын дейді. Бірінші клеткада қарны аш арыстан отыр. Екіншісінде бірнеше улы жыландар жатады. Ал үшіншісіне болса жаймен су толып қалатын болады. Тірі қалу үшін принцесса қайсы клетканы таңдауы қажет? Егер жақсы ойланған болсаңыздар, дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Шынымен де бірінші, екінші клетка қызды өлтіріп қоюы мүмкін. Ал мен жаңалы бері сіздерге клетка деп жатырмын. Сонда қанша су ақса да ол тесіктерден шығып кете береді деген сөз. Так что смело, қарышал деп үшінші клеткада бір күн бойы отырып, кейін бостандыққа шығып үйіне қайта береді. 7-ші сұрақ. Том деген жігіт түнде далада ерігіп жүріп, дәу осы үйді көріп қалады. Ішінде тірі бір адам жоқ, алайда призрак бар екен. Том чеснок сасып тұрған кухняға барғанда, ол аруақ Томға былай дейді ғой: ха-ха, сауап бопты, енді осы 3 есіктің бірінен ғана үйден шығып кете аласың. Бірінші есікте любой тірі жанды өлтіріп тастайтын газ бар, ал екіншісінде қарны аш арыстан отыр. Үшіншісінде болса атака жасауға дайын тұрған вампирлер тұр. Том тірі қалып үйден шығып кету үшін қайсы есікті таңдауы қажет? Басында мен Томды чеснок сасып тұрған кухняда деп айттым, дұрыс па? Ал вампирлер чесноктан қатты қорқады. Демек сол чеснокты қолына алып, вампирлердің есігіне кірсе, үйден шығып кете алады деген сөз. Логика ғой, логика. Так, бұл жолы егер көп деген сұрақтарға дұрыс жауап берген болсаңыздар, онда сіздердің логикаларыңыз дұрыстамаған и ақылдысыздар деген сөз. Ал егер мен сияқты тупой болсаңыздар, онда көп деген сұрақтарға дұрыс жауап бермеулеріңіз мүмкін. Онда тұрған ештеңе жоқ. Мен бұл тестті бірінші рет көргенімде почти барлығына дұрыс жауап берген жоқпын. Ал бүгінгі басқаша формат сіздерге ұнады ма? Обязательно комментарийде бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер сіздерге ұнаған болса, осындай форматта видеоларды көп шығаруға тырысамын. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі роликте кездескенше.